Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Бүгін біздерге келесі парашу видеосы. Қазір біздер деген самоцветовқа ма парашайын деп жатырмыз. Мына жерде бізде 3200 самоцветов бар и 3000-ға пак бар екен, соны ашайық. Жерден комплект тот дейді, кеттік достар. Воркаут жоқ екен. Дым жоқ. Екінші НП деген не продается деген сөз екен ғой, воркаут, тотс, Португалия, ЛВ, Милан. Бізде бұл Рафаэл Лео. Бірақ бұл сатылмайды, по-моему. Сатылмайды, бізде запись жүріп жатыр екен, осы арасында қарап қоямыз, запись сөніп қалатын болса жеке кетеді пак ашқанымыз. Қазір қарайық. Бұл деген не продается деген сөз екен. Бұның скорсы 106. Мбаппеден төмен, бірақ біз прокачать етіп қойдық. Енді трапезін жарайды. Енді абымен ашып көрейік бұл жерде. 94-99-да бізде игрок жетпейді. Мына жерде тоже жетпейді. Опа, мына жерде бізде жетіп тұр. Кеттік достар, ашайық. Воркаут бар екен достар. Бұл жерде қандай Шотландия ма? Фергюсон деген екеу беріп достар. Дегенде бізде 94 біз бір игрок жетпей тұр, достар. Сол игрокты не істейміз, сатып аламыз достар, или қалай? Равный игра ойнап 330 жетонның жинадық. Енді осыған тоже 392-99 пагын ашып көретін боламыз. Давай нормально бір нәрсе берсе екен. Ой, тағы да дым жоқ, Достар, қазір біздерде деген 6680 самоцветов бар. Осыған енді самоцветовқа парашатын боламыз. Мына жерде 1500-ден ашуға болады екен, бірақ 84-тен басталады екен достар. Ол жерде шанс жоқ қой, по-любому. Екеу-үшеу ашуға болады. Жарайды, екі рет осыдан ашайық, сосын бір рет 3000-нан ашатын боламыз. Бұл жерде воркаут жоқ әрине. 92 Верман деймі. Енді 3600 қалды, оған біз деген басқасын ашайық. Оған осы 3000-нан басалатын ашайық. 93-99-дан басалатынды. Екеу екен бұл жерде. Біріншінде дым жоқ. Екінші бонусный игрокты көрейік. Воркаут достар. Португалия, ЛВ, Барселона. Бұл бізде Джоа Феликс, Джоа Феликс 93. Жарайды, табменге керек болып қалақ жасағы, бұлай сатылмайды. Енді рынокқа кіріп қарайық. Мбаппе бізде 225 миллион тұрады дейма, максимальный стоимості. Ван екен бізде келген. Бұл сатылмайды екен, Мынау да ешкім алмайды. Жарайды, енді сатуға қоя салайық. Дәм болсын. Біреу алып кетеді жақ, может. Осында қоя салайық. 1 миллиондарда. Мынау Фабиано Грузді да қойық. 900 мың тұрады екен, Сосын мынаны қойық. Жоқ, қоймай қойық бұны. Сондай. Достар, бізде деген 3-4 күнде өтті. Біз тағы да 330 жетон жинап алдым. Бүкілін равный играда айырып, енді пак ашып жатырмыз. Набор тотс дегенді ашып жатырмыз. Маған түскен соперниктерді айайым кәдімінде бар ғой. Тоже дым түспеді,
қазір біздер деген 4000 самоцветовқа осы жерде ашатын боламыз. Қараңдаршы, топовый 99 игроктар, бірақ по-любому түспейтіні белгілі ғой 90+ деген. Ё-моё, просто ашып көреміз, үміттеніп, үміт жоқ екені белгілі. 91 вратарь түсті. Достар, қазір біздер деген 94-98 обмен ашамыз ба деп отырмыз. Так, бұл жерде нормальный игроктар бар достар, енді бірақ та енді түсуі тоже қиын еді-ау. Ё-моё. Так, достар, бізде евро шықты ғой, соның кәдімгі событиясы енді ертең шығады деп атып, по-моему, бұйырса соны обзор жасап, соны ойнап түсіп көретін боламыз. Милинкович, Савич и Ромеро түсті. И осы видеода активности до конца көрсетсеңіздер, сол евроның событиясына обзор жасап, сол видеоны уже тез шығаруға тырысатын боламын достар. Так, Маскераноны алмай қояйық. Так, конец серияда мынандай футболистер бар екен, Макройсиді. Так, мына жақта бізде деген 10 миллионға сатып алатын 94 пен ғана обмен жасауға болады, eSports ақылды достар. Так, енді бізде Alderweireld деген футболистқа обмен ба, сондай бір нәрсе 96, бұл бізге тоже керек емес. Так, Тоту. Так, бұл жерде бізде что-то ашпайдық. Так, мынау 81. Так, мына жерде бізде деген обмен жетіпті, бірақ та 93 тек не істеймін 93-ті бірақ. Так, достар, біз тағы да равниgrada барлығын айырып 300 очко жинадық. Енді тағы да ашатын боламын. Достар, маған түскен соперниктерді айым. Қолдарына дым тимей кетті барлығы да. Бір ничья, бір поражение жоқ. Бүкілі победа менде, короче, қатарынан. Так, бізде тағы да не очень дым түспеді, достар. Итог қаты қалды. Сбоза едім, оқу білмеймін, достар, 93 Ливерпульдің игрокері. Так, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Ертең Евро 2024-тің полный толық событиясы шықса, сол күні обзор жасап, арна салуға тырысатын боламын, әрине, немесе келесі күні 1-2 күн өткеннен кейін. Давайте осы видеоға максимальный активность көрсетіп, каналды 300, 400, 500 подписчикке дейін жеткізіп, видеоны до конца қарағандарыңызға рахмет. Короче, сондай, колокольчик басып, комментарий жазып, лайктарыңды басып, мені видеомды достарыңа таратып, екінші аккаунттармен подпис етіп, короче, сөйтуді ұмытып кетпеңдер. Ал сіздермен бірге болған қазақша FIFA арнасы келесі кездескенше.